Достар, бәрлеріңе сәлем. Бүгін бүкіл әлеуметтік желіні шулатып жатқан Хасан деген Хуторская бригаданың лидерінің үйіне келіп отырмын. Бұған дейін Атаба, Баха фестиваль, Рыжий алмаз, Дикий арман атты әйгілі ОПГ-ның лидерларын білеміз. Бірақ Хуторская ОПГ деген затты бірінші рет естіп тұрмыз. Сонда Хасан, қалай осы ОПГ-ның лидері болып жүрсіз? Ассалаумалейкум, қазақ елі. Менің атым Қасымбаев Хасан Нұрғайыпұлы. Ұлтым қазақ, руым албан, албанның ішінде құрман. Алматы облысы Кеген ауданы Қарқара ауылында 1984 жылы дүниеге келдім. Сол ауылда 8-ші сыныпқа дейін оқып, 1998 жылы Талғар ауданы Рысқұлов ауылына әкемнің жұмыс бабымен көшіп келдік. Сол Рысқұлов ауылында 16-шы мектепте 11-ші сыныпты бітірдім. Одан Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химия факультетіне оқуға түстім. Ого, жақсы. Бітіріп, дипломымды алып, Қызылорда облысына жұмыс жасауға кеттім. 2011 жылы Қызылордадан Талғарға қайттан көшіп келдім. 2011-ден бастап кәсіппен айланысып жатырмын. Сонда қоғамда ерекше орны бар азамат болсаңыз, неліктен сізді криминальный авторитет лидер ОПГ Хуторской деп жатыр елдің бәрі? Ол елдің бәрі емес, әлеуметтік желі қолданушылары айтып жатқан сөздер. Оның бәрі өтірік, жалған ақпарат. Егер әлеуметтік желіде тарап жатқан информация шындық болмаса, онда неге сізді Хуторской ОПГ-ның лидері деп жатыр? Мен сізге Хуторской деген әңгіменің қаяқтан шығып жатқанын түсіндіріп берейін. Жаңағы Талғар ауданындағы Рысқұлов ауылы бұрын Хутор деп аталған екен. Содан аты өзгермеген Совет өкіметі кезінде, Кейін егемендік алғаннан кейін Рысқұлов ауылы деп атын өзгертті. Бірақ елдің бәрі Хутор деп атап кеткен, әлі күнге дейін солай атайды. Ол ауылдан 2015 жылы көшіп кеттім. Қазіргі таңда Талғар қаласында тұрып жатырмын. Мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Мені не үшін сол Хуторской ОПГ-ның лидері деп атап жатқандарын. Мен заң бұзбағам, сотталмағам, адал жұмыс істеп жүрген адаммын. Әлеуметтік желіде сіздің отбасыңызға байланысты неше түрлі жағымсыз ақпараттар тарап жатыр. Соны қалай айтасыз? Қалай түсіндіресіз оны? Бүгінгі таңда жалғыз мен емес, менің бауырларымды, барлық отбасымызды қаралып жатыр. Елдердің айтуынша сіздің бауырларыңыз полицияда, прокуратурада және де әкімшілікте жұмыс жасайды екен де, солар сіздің преступный деятеліңізге крышеға дейді екен. Соны қалай түсіндіресіз? Оның бәрі жалған ақпарат. Менің ағам, туған бауырым, Талғар ауданы әкімінің аппарат басшысы болып жұмыс істейді. Аты қалай? Аслан Қасымбаев Нұрғайыпұлы. Одан басқа біздің туысқандар, полиция қызметінде болмаса прокуратурада жұмыс істейтініміз жоқ. Туыстарымыз. Ал енді Ержан деген бауырыңыз сотталып кеткен ғой. Сол бар емес пе? Ол туралы не дейсіз? Ержан деген менің інім 14 жылға бас бостандығынан айырылған. 2017 жылдан бері өзінің жазасын өтеп жатыр. Қазір түрмеде? Қазір сол түрмеде. Сол Ержанға байланысты әртүрлі бүгін әртүрлі суреттер пайда болды. Соны көрсетсем, соның ішінен бір-екеуін таниды деп жазып жатыр. Танып көрсетіп бере аласыз ба, кім екенін? Көрсетейін. Жігіттердің арасында кімді танисыз? Мынау жаңағы Ержан менің туған інім. Бауырым. Ержан біздің отбасымыздың кенжесі. Әрине біз бауырымыз үшін жүрегіміз ауырады. Осы тақырыпты қозғамай қойсаңыз. Жарайды, жақсы. Бүкіл әлеуметтік желіге шулап атқан қайғылы оқиғаға оралғым келіп тұр, Талғар ауданындағы. Сол Шерзатқа қандай қатысыңыз бар негізі? Оны танисыз ба?
Оны әкесін танисыз ба? Және де қасақана оны өлтірген балаларды танисыз ба? Әлде сол балалардың әке-шешесін танисыз ба? Әрине қиын жағдай. Жас өлім. Алла баламен сынамасын. Барлығымыз бала өсіріп отырмыз. Әке-шешесіне, туған туысқанына қайғырып көңіл айтамын. Жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Кішігірім ауыл, бірақ енді жаңағы қылмыс жасаған балалар 98-2000 жылғы балалар екен. Мен оларды танымайды екенмін. Әке-шешелерін тануым мүмкін. Мен ол ауылдан 2015 жылы көшіп кеткенмін. Ақыры бүгінгі күні таралып жатқан ақпараттың бәрі шындық емес десеңіз, онда сізді қаралау кімге қажет? Соны айтып беріңізші. Неліктен сіз туралы осы соңғы 1 жеті бойы әртүрлі мәліметті әлеуметтік желіге салып жатыр? Олар кім болуы мүмкін? Бұл мені және менің отбасымды қаралау кімге керек екенін түсінбей отырмын. Қай жақтан жел соғып жатқанын да білмеймін. Может, кезінде біреуді қатты өкпелетіп қойған шығарсыз. Может, бизнесін алып алған шығарсыз. Жоқ, ондай вообще болмаған менде. Адал еңбекпен бала шағамды өсіріп, өзім ешкімнің ала жібін ақтамай осы күнге дейін жұмыс істеп келе жатырмын. Мен осы уақытқа дейін қылмыстық іс қозғалмаған, сотталмағанмын. Полицияға шақырылдыңыз ба? Привет дейді ғой, привет. Қолыңыздың жаңа отпечаткасын алды ма? Жоқ, ондай болмаған. Қылмыстық топтың басшылары әнші әртістермен суретке түскенді ұнатады. Сіздің де желіде көптеген суреттеріңіз бар екен. Мұны қалай түсіндіресіз? Особенно мылтықпен түскен суретіңізді қалай түсіндіресіз? 10-15 жыл бұрын түскен суреттер. Әрине, ол кісілер жұлдыз болғаннан кейін суретке түскенбіз. Және қазақтың батырлары, барыс, олармен түскен суреттерімді де бірге салып қойыпты. Содан кейін аңшылыққа барғанда дос балаларымен мылтықтарын алып түскен суреттерімді де салып қойған. Жақып Асанов кім болып келеді сізге? Жақып Асановты телевизордан көргенім болмаса, ешқандай бізде таныстық, туысқандық қарым-қатынасымыз жоқ. Өмірде көрмеген адам, былайынан өмірде кездеспеген адам. Қайтыс болған баланың әкесі өткенде әлеуметтік желіде мені қорқытып жатыр, мына Хасанның бригадасының балдары деп жатыр да. Сол жөнінде не айтасыз ал? Кімдісіз? Неге сіз оларды қорқытып жүрсіз? Мен ешкімді қорқытып жүрген жоқпын. Ол жаңағы қайтыс болған жігіттің әкесі ондай ақпаратты қайдан алғанын білмеймін. Мен ол жаққа ешқандай қатысым жоқ. Мүлде қатысыңыз жоқ? Жоқ. Ешқандай крышавать етіп, банды группировкалар жинап, бәрін айдақтап, елді тонап, қарақшылық жолда жүрген жоқсыздар, айта аласыз ба? Ант ете аласыз ба? Мен осы күнге дейін ешкімнің ала жібін аттамадым, ешкімге қиянатшылық жасамадым. Бұл айтылып жатқан ақпараттың бәрі мені қаралау үшін жалған ақпараттар. Бірақ сіз не үшін қаралап атқанын айтамай тұрсыз ғой қазір? Соны білмей отырмын ғой, не үшін қаралап атқанын. Сол үшін жаңа айтып отқаным, сол адвокат жалдадық. Мені және менің отбасымды әлеуметтік желіде қаралап жатқан адамдарды заң бойынша жазалануын талап етеміз. Сізге сұхбат беру себебім қазақ халқы шындықты білсін, көздері жетсін деп отырмын. Сол үшін сізге сұхбат беріп отырмын.